Қарағанды индустриялық университетінде тұрақты технологиялар мен қалдықтарды өңдеу саласындағы ғылыми ынтымақтастық мәселесіне арналған кездесу өтті. Университет халықаралық сарапшылар делегациясын қабылдады. Кездесудің басты қонағы оңтүстік Кореядағы Инчхон ұлттық университетінің профессоры болды. Менің ойымша университет өндірістік кешеннің ішінде орналасқан, әсіресе көмір шахталарында, металлургиялық кәсіпорындарға және басқа да өндірістік нысандарға жақын. Бұл аймақты Қазақстан индустриясының жүрегі деуге болады. Мұнда мықты профессорлар командасы жұмыс істейді. Мен үшін бұл өндірістік университетінің қалай дамып жатқанын көрудің үлкен мүмкіндігі. Бұл бірлескен бастамаларды іргелету үшін жақсы алаң деп есептеймін. Кездесудің негізгі тақырыбы бірлескен ғылыми жұмыс перспективаларын талқылау болды. Ғалымдар қалдықтардан газ алу бойынша пилоттық жобаларды әзірлеу, зерттеулер жүргізу, тағылымдамалар ұйымдастыру және халықаралық ғылыми білім беру орталықтарын құру мәселелерін талқылады. Біз Қазақстанмен ынтымақтасқымыз келеді. Бізде оңтүстік Кореяда жинақталған тәжірибе бар. Осындай жобалар біз орталық Америкамен іске асырдық. Қазіргі уақытта Филиппинде жұмыс жүргізіп жатырмыз. Және әрине Кореяның өзінде де бірнеше жобалар жүзеге асырылды. Біз университеттер мен өндіріс арасындағы әріптестікті дамытқымыз келеді. Технологиялық жетістіктер мен орнықты даму үшін. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар белсенді өзара іс-қимыл жасауға дайын екендіктерін білдіріп, ынтымақтастық алғашқы бағыттарын айқындады. Негізгі назар Қазақстан өнеркәсібі мен экологиясына нақты пайда әкелетін экологиялық қауіпсіз және тәжірибеге бағытталған технологияларға аударылды. Тоғжан Сағынбекова, Ақан Сері Али Асқаров, Теміртау жаңалықтары.